сол кезде Америка қатты күшейіп кетті меніңше. Ал егер олар түсіретін болса, алтынның бағасы өседі. Бағынбасақ сразу глобализациядан кетіп қаламыз. Бүкіл империялар құлайды ғой тарих бойынша. Менде бір фирманың бөлігі бар дейді да, бірақ ол акцияны ұстай алмайды. Ол тек көре алады. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дейді. Ол неде ғой? Қаптамада ғой. Иә. Сен ол қаптаманың ішінде шын алтын жатқанын қалай дәлелдейсің? Все, отлично. Жалпы сен былай мұсылмандар алтын тақпайтынын білесің ғой? Иә, білем. Жалпы жігіттерге тағуға болмайды деп айтады. Бірақ оның енді ғылыми дәлелі бар ма жоқ па екенін білмеймін. Жарайды, анау қалай өзі алтынның тарихын айтып өтсең? Мен алтынның тарихын оқығанда таң қалдым, шынымды айтсам, өте терең. Шамамен біздің заманымыздан бұрын 40 мың жыл бұрын да алтын нелер тапқан, алтын заттар Испанияда андай өңгір бар екен да. Сол жерде әшекей бұйым емес, енді алтынның бөліктері табылған екен. Ол дәлелденген. 40 жыл бұрын адамдар қолданған екен алтынды. Ал Қазақстан туралы айтсақ, мысалы бәрі білетін, мысалы сақ дәуірі дейді ғой, алтын адам бар бізде. Олар қанша жыл бұрын тұрған? 4000 жылдардай бұрын, біздің заманымызда бұрын, 4000 жыл бұрын. 4000 жыл бұрын, осылай 4-ші ғасырға дейін енді оларда енді әшекей бұйымдар болған. Сөйтіп айтқан кезде адамзат алтынға 50 мың, 52 мың жыл болды, жүгініп тұр ғой, сеніп тұр алтынға. Алтынды әшекей бұйым ретінде қолданған, ақша ретінде қолданған. Сонымен алтынның тарихы тереңдеуге болады енді. Енді анау ақшаның шығу тарихы да алтынға байланысты ғой. Негізі иә. Бірақ жоқ, ақшаның шығу тарихы алтынға байланысты емес. Сен қалай ойлайсың? Мен айтайын. Мысалы, бір бай болды. Сөйтті, бай енді алтынды көп болған сайын алтынды көтеріп жүруде жұмыс қой енді. Бірнеше нөкерлері алтынды көтеріп жүреді деген сияқты. Сол алтынды көтеріп енді базарға бармайды ғой. Сөйтеді, ол не істейді ол бай? Алтынды алады да бір үңгірге салады. Испаниядағы ма? 40 мың жыл бұрынғы. Иә, үңгірге салады алтынды. Сөйтеді де сол жерге бағанағы күзетшілерді қояды. Енді мен қарапайым халықпын. Менің алтыным ондай үңгірге қоятындай көп болмаса да бар. Бір қапшық бар. Шыны керек, иә. Сөйтіп мен бір қапшық үшін мен ол бір қапшық үшін күзетші жалдамаймын ғой. Бір қапшық алтынымды аламын да бағанағы байға айтамын: бай, сенің үңгіріңде алтын бар. Бекерден бекер сол күзетшіге ақша төлеп отырсың, айлық төлеп отырсың. Давай мен алтынды сенің үңгіріңе салайын. Сен енді бір определенный бір арнайы бір төлем жасаймын дейді. Жай айтады: ой, жақсы болды мынау. Как раз мен күзетшілердің айлығын төлегенге жауап отырады деп. Ол да бір экономист қой енді бір. Сөйтіп банк пайда болды десе. Сөйтеді де бағанағы алтынды өткізеді. Сөйтеді де бай анау бағанағы қарапайым халыққа, бағанағы алтын әкеп берген халыққа қағаз жазып береді. Пәленшеев түгеншенің менің үңгірімде осынша килограмм алтыны бар дейді да, өзінің мөрін басады да, береді қолына. Сөйтеді де бағанағы қарапайым не істейді ол? Қайтадан үңгірге барып ақша шешу керек қой базарға барған кезде. Үңгірге барып алтынды алып жүрмейді ол. Үңгірде осынша алтын бар деген қағазды саған табыстаймын. Түсінің ғой, базарға барамын да айтамын: менің анау пәленшеев түгеншенің үңгірінде ақша алтын бар, сол мен дәлелі қағаз мөрімін тұр, мені сен соны ал деп. Мені сөйтіп ақша пайда болады. Сөйтіп демек ақшаның тарихы осындай де. Ақшаның түп тамыры ол алтында. Алтында. Қызық екен, бірақ басқа версия бар. Қандай версия? Мысалы, сен айттың ғой басында, базарға барады деп, базарға әрдайым қапшық алтынмен жүрмейді ғой деп айттың ғой басында. Ал енді адамзат 40 мың жылдық тарихпен шектелмейді ғой. Шын солай ғой, дұрыс па? Енді базарлар, енді алыс-беріс, алмасу деген ол алтыннан қайда бұрын пайда болған зат негізі. Сол ең бірінші алмасу болған кез ақшаның тарихының басталу кезі деуге болады. Бірақ ол ақша қазіргідей формада болмаған.
мысалы біз көшпенді халықпыз, малымыз толып тұр, дұрыс па? Сүтіміз бар, айранымыз бар, қаймағымыз бар, малдың терісі бар. Ең бірінші енді задокументированный емес, енді дәлелденген алыс беріс, ол терімен, мысалы біреуге сен теріні бересің, ол саған басқа зат береді, сенде жоқ затты береді. Бартер. Иә, бартер. Енді алтын болған жоқ мысалы ол кезде. Енді бартердің да жаман жағы бар ғой, минустары бар. Ол минус қандай? Логистика, опять-таки, сен айтып жатқандай, алтынды көтеру қиын. Точно так же, мысалы, очень сложно определить, справедливый ли обмен, например, обменять шкуру на золото дейді ғой. Мысалы, алтынды теріге алмастыру как справедливо? Қаншалықты әділ, да? Қаншалықты әділ. Иә, сол сұрақ постоянно туындай берген. Енді ойлашы, оны енді халықтың санына көбейткен кезде, енді жұп-жұп қылып қосып көбейткен кезде өте көп уақыт кетіреді осы спорласқанға. Мен саған тері берем, сен маған 1 килограмм күріш бересің дегенде, или мен саған тері берем, сен маған басқа зат бересің. Сөйтіп әртүрлі заттың коэффициенті болмағанда, алмасу коэффициенті. Ал енді ақша деген ол екі заттың бір-біріне алмасу коэффициенті негізі. Дұрыс қой. Иә. Ақша негізі осылай пайда болды. Бірінші темір нелер пайда болған, темірден жасалған тиындар. Мысалы, біздің жерде, мен қателеспесем, Алтын Орда кезіндегі, Алтын Орда дәуіріндегі темір ақшалар табылғанда, алтыннан жасалған, темір де алмаймын, енді қандай металл екенін білмеймін, бірақ арабша жазумен жазылған. Шірімейтін металл ғой. Иә. Дегенмен құнды ғой. Тот баспайтын. Иә. Қазір даже OLX-қа кірсең табылады. Алтын Орда дәуіріндегі тиындар деп шығады кейде. Көргем, шын айтамын. Енді оны жақсы бір зергерге барсаң қолдан жасатуға болады ғой. Иә. OLX-қа реклама жасап қойдық. Төлеңдер деп. Осы жерге. Ал неше? Жалпы менің ойымша ақшаны, егер ақшаң артық болып жатса, негізі физикалық түрде алтынмен сақтаған дұрыс деп ойлаймын ақшаны. Иә. Сен не үшін деп сұрақ қоясың ғой? Не үшін десең, алтын ол өте құнды дүние, шектеулі әлем бойынша. Сонымен қатар қазіргі заман негізі өзі вука заманы дейді ғой. Вука деген бағанағы өзгермелі заман, вука деген волатильность, қалайды? Volatility, да? Volatility, uncertainty, одан кейін complexity, да, сондай қиындық. Жалпы өмір өте қиын болып кетті қазіргі заманда. Түсініп болмайсың. Мысалы, не күтіп жатыр алдымызда? Доллар өсе ма, түсе ма, теңге құлдырай ма, құлдырамай ма, нарықта не қымбаттайды, не қымбаттамайды, қайда ақша саламыз, қайда ақша жұмсаймыз, не істеген дұрыс деген сұрақ туындаған кезде ең керек нәрсе инфляцияға қарсы тұратын, және де ақшаны сен ең болмағанда жоғалтпайтын деген алтын деп ойлаймын да. Қандай алтын десең, физикалық алтын. Сенің ойың тазартылған алтын, афинированный алтын ба? Әлбетте, халық банктегі сақталатын алтындар. Слиттікта дей ма, құймадағы алтындар да? Иә. Сондай. Мысалы, инфляцияны хеджерлеу дейді ғой. Иә. Инфляцияны хеджерлеу деген сөз. Бұл инвестиция салу, бірақ қандай инвестиция салу? Ақшаның төлем қабілеттілігінен айырылған уақытында өзіңді қорғау үшін жасалатын инвестиция. Ал ол қандай болу керек? Ол алтын болу керек. Себебі алтынға сенімге болады. Сонда сен прям полностью алтынға сеніп тұрсың ғой? Иә, физикалық. Сен ойың қалай? Негізі физикалық алтын сатып алып көрдің бе? Иә, бір рет алған. Құймадағы. Қанша грамм? Аз. Если не секрет. Мен енді ойымды айта кетейін ол жайында. Меніңше физикалық алтын ыңғайсыз біріншіден. Екіншіден инфляция жағынан хеджерлеу дедің ғой. Ол енді көп сұрақ туындайды ол жағынан. Иә, соңғы 50 мың жылдың разрезін алсақ, алтынның бағасы өсіп тұрды да. Constantly grew дейді ғой. Постоянный рост типа заметен. Бірақ
соңғы мысалы 1970 жылдан бастап графиктерді қарағам, екі графикті салыстырған күшті видео болған бір тиктокта. S&P 500 индекстің, S&P 500 Standard & Poor's деген Американың или әлемнің ең үлкен капитализациясы бойынша 500 компанияның индексінің бағасының өзгеруі 1970 жылдан және алтынның бағасының өзгеруі. Алтынның бағасы унцияға саналады да, бір унция алтын қанша тұрады деп. Және 1970 жылы мысалы баға бірдей болса, дәл бағасы есімде жоқ, содан кейін S&P 500-дің индексі қатты өскен. Екінші рет алтынның бағасы қатты өзгермеген. Екінші рет олардың бағасы 2011 жылдың дағдарысында, 2008 жылдың дағдарысынан кейін бірдей болды. Кейін қайттан S&P 500 қайтадан өсіп кетті. Демек, адам сол S&P 500-дің индексіне ақшасын салған кезде, ол өзін инфляциядан әлде қайда жақсы хеджерлейтін еді деп ойлаймын. Негізі бұл енді статистикалық ақпаратқа жүгінсек. Ал енді өз ойым туралы айтып кетсем, физика, химия жағынан алтын өте жақсы, өйткені оны дат баспайды. Шынында химиктер айтады ғой, наименее реактивный элемент дейді екен оны. Шынымды айтсам, Google'дан қарадым, енді мен химик емеспін. Наименее реактивный деген ол затты құртатын, басқа затпен реакцияға түсетіндей ықтималдық аз деген сөз айта деген. Бірақ енді алтынды оны бір жерде сақтау керек, өзің жаңа айтып кеттің ғой. Мысалы, кішкентай алтынды сувенир емес, енді сыйлық ретінде берген жақсы. Менше ойлаш, бір тойың болып жатыр, немесе туған күнің болып жатыр, біреу саған алтын, мысалы 5 грамм делік, немесе 10 грамм алтын беріп тұр. Ол әрі кішкене, мысалы кішкенде карточка сияқты да, әрі әдемі, әрі оның бағасы бар, бағасы азаймайды. Мысалы телевизорды алып келші, берші, мысалы 80 жылдары телевизор, 90 жылдың телевизорын мысалы біздің ата-анамызға сыйлық етсе, қазір қолданбайтын едік, оның бағасы түсіп кетеді, ешкім алмайды ондай телевизор. Ал алтын болса, оның бағасы сақталып қалады. Ол жағынан оған келісемін. Бір не бар дағы, бір блогердің айтқанын естігем, тоже техноблогер, қаржылық блогер, қаржы туралы айтады да. Егер сенде 1 килограмм алтының болса, қандай заман болмасын, сен сол 1 килограммға жақсы квартира аласың. Әлемнің қай жерінде болмасын деп айтады да. Бірақ ол енді кішкене спорный зат деп айтуға болады. Мен толықтай оған сенбеймін. Енді Нью-Йорктың квартиралары қанша тұратынын білесің. Шанхайда, Пекинда пәтерлердің құны қымбат. Сол. Кейін, мысалы, мен бай делік да, мысалы, шіріген баймын. Алтынмен хеджерледім өзімнің рисктерімді. Бірақ алтыным демек көп деген сөз ғой. Ол алтынды бір жерде сақтау керек. Мен банкқа барып сақтаймын, дұрыс па? Уже риск туады. Мен оны бірінші банкқа алып бару керекпін ғой. Қандай не бар? Гарантия бар. Менен ол алтынды ешкім алып кетпейтініне қандай гарантия бар? Енді ячейка, договор, келісімшарт. Ячейкаға дейін жету керек қой енді. Енді фильмнің кішкене несі пайда отыр да басымда, уже триллері. Сен банкқа баратқан дөңді ан жерде ограбление по-испански или по-итальянски деп келеді, адамдар алып кетеді. Сол жағынан қиыншылық бар. Кейін мысалы мен сатып алдым алтынды 2018 жыл ба 2019 жыл, 2017 жылдан сатып алуға болады алтынды. Мен соған қызықтым, қалай екен деп сатып алған. Қостанайда жүргенде сатып алдым, кішкентай 10 грамм ба, 10 грамм ба, 5 грамм. Сол кезде шынымды айтсам бағасы қатты өзгерген жоқ. Мысалы менің криптовалютаға жасаған инвестициям, құнды қағаздарға жасаған инвестицияларым әлде қайда көп ретерн алып келді инвестицияға, алтынға қарағанда. Енді бұл жерде көрдің бе, риск төмен ғой. Мысалы қара, сен қай жыл алдың дедің? 2018, 2018-де мен есімде жоқ, бірақ 2019-да 2019-да алтынның бағасы 15.800 болды. 1 грамм ма? 1 грамм. 2019-да. Статистика бойынша. 15.800
пәленбай, в общем, сондай артында тиындар бар. Значит, мен қаңтар айында 2020-да алған шығармын онда. Қаңтар айында. Иә. Енді қаңтар айында 2019 сондай болса, 2020 жылы 18.700 пәленбай болды. Бұл деген сөз 2019 мен 2020 жылдар аралығында алтынның бағасы 18% артты. Бұны не үшін айтып жатырмын? Кейбір адамдар айтады, алтынды алатын болсаң, спред, бағалар спреді дейді. Бағалар спреді дегеніміз сатып алу. Мен де соны айтқым келді негізі. Сатып алу бағасы мен сату бағасының айырмашылығы да. Иә. Спреді, бағалар спреді алтындікі 5%, 10% болса да, сен алтынды сатып алған кезде сен 5%, 10% ұтылып аласың деп айтады олар. Мен кеше ғана миктен көрдім. Қалай болып жатыр екен. Сөйтсем, жазып қойған сату бағасы там 29.350 шамамен, сатып алу бағасы там 30.250, сондай 350, арасы 1000 теңге. 1000 теңге деген сөз, ол 3% спред бағанағы. Ал Халық банк, Евразийский банк, мысалы, оларда мүмкін ол 5% болар ары кетсе. Сәл көп болады ғой енді. 10% оларда. Халық банкта 10%, 32 мыңға олар сатады. 28 мыңға, 28.300 ба, 28.500-ге бүгінгі таңертең қараған курсым бар. Сондай ма? Мен өзім таңғалдым. Жарайды 10%. Бірақ енді микта 3% болып тұр, кеше қарадым. Сәттім қарадым. Мик молодцы, да. Енді ол жерде де бағанағы слиткалар ғой, бағанағы қорғалған. Енді қара, 3% дейік, жарайды 10% болсыншы, сөйтіп есептейік 10% деп. Бағанағы 2019 жылы алтын бағасы 15.800 дедім. 2020 жылы алтын бағасы қаңтар айында 15.800, 2020 жылы 18.700 дейік. Сонда 2019 бен 2020 жылдар аралығындағы айырмашылық 18%. Примерно 18-15%. Дұрыс па? Бір жылдың ішінде сен 10% бағанағы спред жеп қойған өзінде ұтылғаныңды, сен 5% гарантированно алдың. Енді қара, 2020 жылы алтынның бағасы 21 жылы алтынның бағасы бірден өсті, 25.700 сондай болып кетті. Бұл деген сөз 18.700 бен 25.700 арасы шамамен 35-36% болады. Қарап тұрсаң, енді қара, 10%-ын жеп тастағанның өзінде сен 25% ұтып тұрсың. 21 жыл мен 22 жылдың аралығында қатты өзгеріс болған жоқ. Шамамен шамалас болды. Ал енді 22 жылдан 23 жылмен салыстыратын болсаң, қазір 30.250 болатын болса, егер, онда 18-15% өскен болып саналады. Яғни сен 2018 жылдан бастап па? Жоқ, бана бір жыл ішінде. Бір жыл ішінде 22 мен 23 арасында. Сонда 15-18%-ға өсіп тұр шамамен. Бана спред сені жеп қойғанның өзінде сен бәрібір де табыс көзіңді жоғалтқан жоқсың деген сөз ғой. Биткоин 200%-ға өсті осы жылдың басынан бастап. Сосын Nvidia-ның акциялары 300%-ға өсті шамамен. Ал алтын болса қанша 18%-ға өсті ма? Соның өзінде спред қанша 10%-ын жеді делік, 8%. Бізде тағы инфляция бар. Инфляция қанша болды бізде? 20 болды ма, 14 болды ма? Соның арасы ғой. Сол кезде сен еще минуста қалып отырсың ғой, -9% қалып отырсың соның өзінде. Ол қызық. Мен алтын 18 жылы сатып алмаған екен онда. Мен сатып алған кезде алтынның бағасы 24 мың мен 27 мың арасында болған. 21 жылдар алдың ғой сен. Иә, сол кезде алғанмын. Интерестан алғам. Андай алған жоқпын, типа, мен қазір инвестиция жасаймын деп. Қызық маған. Қалай көрінеді екен, қалай қолдансам болады, мүмкін оны сыйлық ретінде қолдансам бола ма дегем да. Соны алдым. Ең басында мән берген затым ол спред. Үлкен спред болды Халық банкте. 27 мың және 24 мың. Почти 10% ғой, получается. Соған қызықтым. Сосын ойладым, жарайды. Болсын спред. Бағасы мүмкін қатты өсіп кетер деп. Енді бағасы өсті. 30 мың делік. Енді мен сатып алған бағаға тұрды да қазір. Жаңағы алтынның бағасы. Сен алдағы 1-2 жылға қарап тұрсың, негізі. Ал сен алға одан ары қарау керек та. Не үшін? Дейсің ғой. Мысалы, қара, бағанағы World Gold Council деген бар. Мысалы, әлемдік
алтын қорының басқарушы адамдардың бірлестігі ме, қалай, алтын ұстаушылардың бірлестігі ме? Енді солардың есебі бойынша жер бетінде өндіріліп қойған алтын, да, above ground stocks, да, мысалы алтын 208.874 тонна дейді. 208.874 тонна осы жер бетінде өндіріліп қойған, жерден, жер қойнауынан алынған алтын мөлшері жер бүкіл тарихтағы. Иә. Қанша тонна? 208.874 тонна. Шамамен осылай береді. Ал proven reserves, бағанағы жер қойнауында алынбаған дәлелденген алтын қоры 52.000 тонна дейді. Мәссам, демек бітіп жатыр деген сөз, Иә, осы жерде ғой. Анау мысалы не сияқты криптовалюта сияқты ғой. Криптовалюта шектеулі ғой. Оның қаншауы мысалы сақтау жады дейді ғой, қатты жады дейді, жесткий дисктерді қаншауы мусорный свалкаларда жатыр мысалы да. Аз ғана бөлшегі жүр ғой нарықта. Сол сияқты алтынның да кішкентай ғана бөлігі қалды. Ол да шектеулі. Сен қазір салсаң ақшаны, кейін ұтасың. Ең болмағанда бала-шағаң ұтады, рахмет айтады ұрпағың. Долгосрочный перспектива қалай қазақша? Ұзақ мерзімді перспектива. Ұзақ мерзімді перспектива. Иә, керемет екен ол жағынан. Бірақ енді білмеймін, өз басым сенбеймін, өйткені ғұмырымыз кішкентай ғой, адам дегенде. Елдер, білем, алтын қорын жинайды, көп елдер. Антикризисный мера дейді ғой. Тағы экономисттер айтады ол туралы. Орысшасын білем енді, қазақша. Енді көшпенді халық болған соң білмеймін, ол сөз бар ма, жоқ па бізде. Мүмкін адайлар, кіші жүздер, Каспийдің бойында тұрғандар. Оларда ондай сөз бар шығар, бірақ тихая гавань дейді ғой, гавань деген. Теңіздің, мұхиттың шетінде тұратын нелер дейді. Докс дейді ғой. Алтынды тихая гавань деп атайды негізі. Не үшін қолданады? Кризис кезінде, мысалы, валюталар волатильный болады ғой. Енді инвесторлардың валютаға сенімі азайған кезде олар алтын жинайды екен. Алтын жинап жатқан кезде алтынның бағасы өседі екен. Алтынға демек ақша салып жатыр деген сөз ғой. Алтынның бағасы сол валюталарға қарағанда өсе бастайды. Сол кезде графикта алтынның өсуін көреміз. Тағы қай уақытта алтын өседі? Геополитический кризистар кезінде. Мысалы, ең жақын геополитический кризис ол Украинадағы соғыс, Ресей мен Украина арасындағы соғыс. Логистический цепочкаларды ажыратып тастады ғой. Эмбарго кетті ғой Россияға. Біз олармен енді неміз ғой, бір одақтамыз ғой. Сол эмбарго косвенно бізге тиген. Енді көп компаниялар орталық Азиядан, Россиядан өтетін жолдарды қолданған. Ол жолдар негізі табыс көзі ретінде көрген. Олар сондықтан олардың табысына әсер еткенді жаман жағынан. Олардың акциялардың бағасы төмендей бастады. Демек, ол компаниялардың акцияларына ақша салған инвесторлар өзінің рисктерін хеджерлеу үшін алтынға ақша салған. Ол жерден ақшаны алып, басқа жаққа алтын алып. Өйткені білмейміз, ертең не болатынын білмейміз. Мүмкін атомный соғыс болып кететін шығар деп дегендей. Сол жағынан, мен қолдаймын сені. Алтын енді өте ликвидный актив, бірақ адамға өте ыңғайсыз. Кейін бағасы өте баяу өседі меніңше. Қазір адамдарға розничный инвестор дейді ғой, жеке инвесторға берілетін инструменттер көп, и көп инструменттер алтынға қарағанда әлде қайда эффективный деп ойлаймын. Енді қараш, мысалы, кез келген мемлекеттің мысалы федералды резерв жүйесі бар ғой, мысалы, оның барлығы орталық банктар, халық банктар. Негізі ақшаның артында алтын тұру керек, золотые резервы келеді. Ол деген сөз proven reserves, payability. Ол дегеніміз бағанағы мен айтқан алтын, ол ақша деген сөз, сол ақшаның артында алтын бар деген сөз ғой негізі. Дәлел ретінде ше. Сол бағанаға айтайын дегенім, мынау не болды? Бреттон Вудс конференциясы болды 44-ші жылы.
одан Сталин боқтап шығып кетті ма. Иә. Одан кейін анау кім еді анау, қай мемлекет еді, Майами ме еді, валюта жүйесі ауысты ғой. 71 жылы сөз айтылды, анау бағанағы золотовалютный резервтің орнына әлемдік нарықтағы беделді бағанағы ақш долларларын резерв ретінде сақтауға болады деген сияқты келеді. Орталық банктер қазір біздің федералды резервті жүйеге тәуелділікті арттырып жүр. Солай ғой жалпы. Бұл жерде айтқым келген не? Біз білеміз, егер федералды резерв жүйесі егер бағанағы базалық ставкасын өсіретін болса, онда алтын сәл құбылмалы болып тұрады, анық болмай тұрады. Ал егер олар түсіретін болса, алтынның бағасы өседі. Олар не үшін түсіреді? Экономикаға қан жүргізу үшін. Мысал ретінде айтайын. 2007 жылы шамамен базалық ставка федералды резерв жүйеде 5,25 болды. 5,25 болды. Жоғары болып тұрды. Сөйтті де 2008 жылы кризис басталды. Сөйтті оның бағасы 3 болды. Кейінгі жылдары 2% болды. Сосын 1% болды. 0,25% керемет, иә. Енді қара, мен айтып отқан қара, 5,25 болды, 3 болды, 2 болды, 1 болды, 0,25 болды. Енді қайттан көтеріп жатымызда 23 қазіргі жылы 5,5%. Қазақстанға жақындап барады десе. Иә, ставка 5,5%. Енді қара, енді ол резко бірден түсе бастайды. Ол толқын ғой. Түсе бастайды да. Демек, ақша қайттан шығарып жатыр деген сөз ғой. Иә, қан жүргізу үшін. Енді қайттан ақша шығарып түсіреді. Дәл қазір, бұлай екінші толқын төмен қарай түскен кезде алтын күшейе бастайды. Ол қайтадан 0,1 пәленбайға барады, менің ойымша, егер заңдылыққа, циклға бағынатын болсақ. Демек, қазір егер алтынға ақша салатын болса, адамдар, онда алтын бағасы өседі, міндетті түрде, менің ойымша. Қанша жыл ішінде сенің ойың жеке? Енді инвестиционный не болмаса енді? Мысалы, бір цикл қарайтын болсақ, қара, 2007 мен 2023 арасында қанша жыл болар? 13 па? Қанша? 2007 ме? 2023 па? Иә. Қанша жыл? 16 жыл получается. 16 жыл. Сол 16 жыл ішінде бір цикл қайтып келді. Енді, значит, 8 жыл. Бағанағы 8 жыл ішінде, мысалы, қазір алтын алса, 8 жылда алтынның ең қымбат уақыты болады. 8 жылдан кейін алтынды сатып. Сразу айтып қой, инвестиционный совет емес, кеңес емес инвестиция. Мысалы, кеңес емес, жай өз жеке ойым. Кейін қайтадан көтеріледі дегенім ғой. Жалпы федералды резерв жүйемен алтынның арасында байланыс қой. Ал біздің ұлттық банктер, олар енді үкіметке де бағынбайды, президентке де бағынбайды. Ол өзі орган ғой. Жеке өзінің конституционалды бір билігі бар орган. Бірақ олар федералды резервті жүйемен байланысты. Мен соған ойым ғой менің. Иә, мысалы, күшті айтып кеттің, Бреттон Вуд деген кезде, ол ақш долларын алтынға теңеген кез ғой негізі. Бастады, сөйтіп бастады. Ол әлемдегі ұлы жібек жолы дейді ғой. Сол ұлы жібек жолының біткеннен кейін екінші глобализация деп ойлаймын. Бірінші глобализация, енді мен білетін глобализация, ол ұлы жібек жолы. Жібек бәріне валюта ретінде қолданған, бәрімен бірдей. Кейін алтын кеткен, сонымен бірге. Бірақ жібек өте құнды зат болған сол кезде. Содан кейін енді Бреттон Вуд пен доллар деп ойлаймын сол кезде. Бреттон Вудский соглашение мен доллар деп ойлаймын. Неге? Сол кезде Америка қатты күшейіп кетті, меніңше. Өйткені экономикалық енді, как сказать, қазақшасын ұмытып қалдым. Экономический гегемон дейді ғой. Алпауыт. Алпауыт болып кетті да әлемдегі. Енді хочешь не хочешь бағынасын. Енді біз айта алмаймыз теңге ақш долларынан дербес деп. Енді біздің ұлттық банк МВФ-қа бағынбайды. Үйтіп бағынбасақ, сразу глобализациядан кетіп қаламыз. Әлбетте. Алыс беріс болмайды. Сол сауда саттық дейді. Сауда саттық болмайды. Енді осы жерде да сөздің аузында бүкіл империялар құлайды ғой, тарих бойынша. Циклдар бар. Рим империясы. Рей Далио айтқан оны,
Осман империясы болсын құлайды. Иә. Енді ақш, Ұлыбритания империясы болсын бытыраңқы болды қазір. Дегенмен ақшта қазір егер алпауыт мемлекет десе ол да ыдырайды. Енді осы уақытта біздің заманымыз болмаса, бала шағамыздың заманында не керек? Алтын керек. Егер не алатын болсаң, егер соған сенетін болсаң, бірақ ұзақ перспективада қарау керек та. Алтынның жақсы жағы психологиялық тұрғыдан ұстап көресің ғой. Ұстап көресің, иә, сен ұстап тұрсың. Акцияны адам, менде акция бар дейді, менде бір фирманың бөлігі бар дейді, бірақ ол акцияны ұстай алмайды. Ол тек көре алады. Бәріміз қаңтардан өттік қой енді. Енді бәріміз көрдік. Есіңде ме? Не связь болған жоқ. Не интернетке выход болған жоқ. Сол кезде криптасы бар адамдар қайда кетті, акциялары бар адамдар қайда кетті. Кішкене қиындау болды сол кезде. Ол шын психологиялық тұрғыдан ол жақсы. Бірақ маған алтынның баяулығы бәрібір ұнамайды. Мен оны инвестициялық инструмент ретінде көрмеймін. Енді жақын арада меніңше алтынға не беретін, паритет беретін ол биткоин. Оның да сондай қасиеті бар, ол да таусылады. 21 миллион биткоин, барлығы 21 миллион биткоин болуы мүмкін. Қазіргі таңда 19 ба 18 миллион биткоин табылған, майнингпен табылған. Тағы 2 миллион, 2 миллион, 2,5 миллион биткоин табуға қалды. Ол демек не демек? Оның да бағасы өседі деген сөз. Ол да алтын сияқты, сен айттың ғой. Алтыннан көп екен. 200. Бірақ биткоиннің тағы бір заты бар. Мысалы, алтынды да жоғалтуға болады, бірақ биткоинді жоғалтсаң, мысалы өзінің кошелегіңнің енді паролін ұмытып қаласың ғой. Паролін ұмытып қалсаң, сен ол биткоинді ала алмайсың, сосын оборотқа кіргізе алмайсың. Демек ол тағы бір өзінің үлесін алып келеді. Қымбаттауына, иә. Инфляционный дей ма? Инфляционный, да. Импакт. Енді жарайды, алтын деп тұрмыз, физикалық алтын деп тұрмыз, тағы да физикалық емес алтындар. Бағана сен айтып тұрған ETF-тер бар ғой. ETF, Exchange Trade фондс да. Ол туралы ойың қалай енді? Алтынды солар сақтаған дұрыс па? Негізі ETF өте ыңғайлы зат та. Мысалы біз қазір диджитал заманда тұрамыз ғой. Бізге барлығының тез болған қалаймыз. Қазір көп қаржылық инструменттер үлкен плюс алып келеді да бізге. Немен плюс алып келеді? Мысалы бұрын ең басты қиындық қандай болды? Фондовый рынокта біз тек рабочий күндері не праздничный, не рабочий не могли торговать. Қашан жұмыс істейді фондовый рынок? Мысалы сағат 10-нан 5-ке дейін делік, сол уақытқа дейін тек бір-бірімен саудаласа аламыз. Акцияны сатып алып сата аламыз, да? Ол кішкене ыңғайсыз болды. Сосын крипта келді. Крипта 24 сағат сауда-саттық жасауға болады. Крипто биржалар арқылы солай ол қатты өсіп кетті. Ал енді ETF-қа келсек, ETF акция секілді ғой негізі. Ол да солардың заңдарына бағынады. Оның да саудаланатын уақыты бар негізі. Оның ыңғайлығы неде? Саған физикалық алтын ұстаудың керек жоқ. Ол алтынды, сол ETF-ті, фондты басқаратын адамдар өзінің қорына жинайды. Сен жаңа басында айтып кеткендей құнды қағаз жазады. Біздің қорда осынша алтын бар, сол қағазды бөліп тастайды да сатады бәріне. Аны қапшық қой. Қапшықтың ішінде көп деген алтын фирмаларының жиынтығы. Логикасы сондай. Бірақ фондовый рыноктың минусы бар, енді акциялардың да, сосын ETF-тардың да минустары бар. Дәл сол бағаға сатып алу керек. Мысалы сен ETF S&P 500 бар ғой. Мысалы, білмеймін, дәл қазір қандай бағада бағаланатынын білмеймін. 250, мүмкін $300 шығар да, мүмкін. Сол ақша болмай сен сатып алмайсың деген сөз ғой. Fraction деген бар, ол туралы естідім. Fraction деген тоже тағы бір компания шығады. Мен саған фракция берем дегенде. Менде сол акциялар жатыр. Менде сол акция жатыр деген мен қағаз жазып берем саған. Соны бөліп сата аламын саған.
Енді қара, ETF мысалы алтынға ақша салудың тағы бір жолы да, анау тикер бол, GLD деген тикері бар, голд деген. Енді алтынға ол ондай мысалы ETF-тердің мен мысалы екеуін білем. Біреуі мына SPDR дейді, мысалы Spider дейді. Spider Gold Advice дейді. Екінші бар да, Vanguard. iShares деген бар, Gold Trust деген бар. Оның ішінде көптеген компаниялар бар, алтын өндіруші компаниялар бар, тағы да алтынға қатысты дүниелер ғой, жалпы барлығы. Енді бағанағы Spider-де 2004 жылдар, 2000-нан кейін ғана құралған ғой ETF-тер. Одан кейін Assets Under Management деген, мысалы, өз бақылауында бар нелер, дүниелері $55 миллиард дейді. Мәссаған. Ал бағанағы комиссиясы 0,4%. Жылына. Жылына болу керек. Өзімде жоқ оны ETF, просто былай ойым ғой. Қараған. Енді қарап тұрсаң, 2004 жылдан бері құралған ол. Сөйтетте ол 0,4% ғана алады сенен комиссия. Бірақ бағанағы $55 миллиард активтерді қайдан табады? Мысалы, өте сондай сұрақ туындататын дүниелер да. Олар енді алтынды жинап сатып алып, салушы ретінде ақша бермейсің ба оларға? Ақша берем ғой, бірақ енді сол ақшаны қайтадан сатып алуға алмай ма? Енді соншалықты деңгейде капитализация жинай ала ма? $55 миллиард. Меніңше олар хедж фондтар қалай бастайды? Бірінші алып қаржысы көп адамдарға барады ғой, компанияларға барады. Біздің осындай идеямыз бар дейді, бізге кіріңіздер. Енді қараш, қатты өзгеріп жатқан әлемде, тез өзгеріп жатқан әлемде осындай тихий гаваньдар керек негізі. Осы адамдардың басы жеткен ғой. Сендер физикал голдты ұстамауларың үшін біз сендерге осындай услуга береміз дейді ғой. Да, мына осы жерде қара. Олардан жазып қойған сайттарында ниш дейді да, physical health дейді. Ол деген сөз бағана $55 миллиард бағанағы активтері алтынмен қамтамасыз етілген дейді. 100% дейді. Қалай ол? Қай жерде ұстайды десей? Сол қалай жинады оны? Меніңше заң бойынша олар өздерінің ұлттық банк емес, Федрезервте ұстау керек. Меніңше солай. Өздерінің нелері бар шығар. Енді анау арамызда адамдар бар ғой, мысалы, көрермендерде де болар, сол ETF-тер алса қалай деген сияқты. Мен мүмкін олар мен түсінбейтін нәрсені түсініп жатқан шығар. Егер ойлары бар болса, комментария жазып кетіңіздер. Енді мен тағы да бір күмән тудырған нәрсе, бана ETF-тің инфрақұрылымына келедік. ETF-тің инфрақұрылымына келетін болсақ, ол неден тұрады? Бірінші, ол инвестициялық қордан тұрады. Дұрыс қой? Инвестициялық қор болады. Екінші, ол жерде басқарушы компания болады. Үшінші, агенттер болады. Агенттер ол бағанағы пайларды берушілер, төлем жасаушылар, алушылар деген сияқты жұмыс жасайды. Төртіншісі депозитарий болады, бағанағы құжаттарын сақтайды. Қанша адамдарда? Да, деген төлемдер жасайды. Бұл деген сөз инвестициялық фонд деген сөз, басқарушы компания деген сөз, барлығы адамға байланысты деген сөз. Адамдық факторлар орын алуы мүмкін. Шыны керек. Қауіп қой. Сен енді оған қанша пәленбай ақшаны жұмсайсың, бірақ олар басқа бір адамдарға тәуелді болып тұрады. Олардың көңіл күйіне, немесе олардың адамгершілігіне, адалдығына тәуелді болып тұрады бір жағынан. Себебі олар банкрот болмау ықтималдылығы оларда да бар. Оларда да бар. Бірақ Американы не үшін жақсы көрем? Американың үкіметін не үшін жақсы көрем? Оларда SEC деген бар ғой. Орысша КЦББ дейді. Комитет по контроль ценных бумаг, актив, дейма? Оборот ценных бумаг, актив. Олар енді қадағалайды. Бізде бар ғой. Атын ұмытып қалдым. Финмониторинг па, білмеймін. Бізде де бар осындай комитет бар негізі. Қазақстанда қалай аталатынын білмеймін. По контролю финансовых услуг дейді олар. Олардың функциясы, ең басты функциясы қандай негізі? Олардың айтып жатқаны, жазып жатқаны шын ба? Шынымен солай ма деген сөз. Ал оны дәлелдеу үшін сенің қорыңда постоянно аудит болу керек. Ол аудитті жақсы компания жасау керек. Қаншалықты сенімді компаниялар олар. Тағы да адами факторлар бар енді. Ол шыны керек. Бірақ енді осындай
контрольдың комитеттердің құзыры бар шығар. Сосын андай бар, мысалы дериватив иммунитетінің дефолт болуы дейді. Яғни сен банағы егер ETF-те банағы ол ETF не дейді, хеджированиемен, хеджерлеумен айналысатын болса, олар сақтандыру компанияларымен жұмыс жасайды. Демек олар фьючерсті алтындармен жұмыс жасайды деген сөз. Олардың өзі, сақтандыру компанияларының өзі адамдарға тәуелді. Бәрі бір-бірімен байланысып тұр да. Демек сенің айтқың келіп жатқаны ол ETF-терге сенбеу, қатты жүгінбеу, фондтарға қатты жүгінбеу, одан гөрі біздің ұлттық банк шығарып жатқан алтын ұстау. Менің жеке ойым, енді ол әркім өзі шешеді, алтынды физикалық түрде ұстау керек. Барлық жерде адамға бар, қауіп бар. Банағы депозитарийдің өзі, айту мүмкін адамдар, басқарушы компания егер дефолт болатын болса, инвестиционный фонд совет басқа компанияны жалдауы мүмкін дейді. Мысалы, немесе депозитарий дұрыс жұмыс жасамаса, іс қағаздары жоғалуы мүмкін ғой. Түсінесіз ба? Ол банағы бәрібір не үшін банкрот болады компания? Не үшін депозитарийдан біз бас тартамыз? Себебі есептің дұрыс жүргізілмегендігінен. Есеп дұрыс жүргізілмеді ма? Демек сенің ақшалар қағаздарың, іс қағаздарың бір жерде қалып қоюы мүмкін, немесе алаяқтықтарға жолығуы мүмкін деген қауіп барды, риск. Сондықтан білмеймін мен жеке ойым. Тірдей алтын ұстап, тістеп көрген дұрыс. Бірақ ол ерекше зат негізі, алтынды ұстап көрген бар ғой. Қызық екен. Алтын буы бар ғой. Алтын енді текке емес, енді адамдар ұнататын, ол шынымен әдемі, ол жылтырайды, дыбысы да басқа. Ұрып көрдің бе алтынды? Тың етеді ғой, алтынды соққан кезде. Темір өтпейді екен. Темірді өткенде мысалы. Енді күмісті көрмеппін, шынымды айтсам, оның дыбысын, бірақ тиктоктан табуға болатын шығар соның дыбысын. Күміс пен алтынның. Қызық екен негізі сенің ойың. Ал ювелирный украшение дейді ғой, әшекей бұйымдарға қалай қарайсың алтыннан жасаған? Инвестиция ретінде. Мысалы, әйелің келіп тұрса, Мұқаш, маған бір жақсы инвестициялық идеям бар деп, маған алтын әшекей бұйым алып берші деп тұрса, өз ойыңды айтып кет. Анау сондай ойлар келеді кейдеші. Өзің ақшаңды сәл физикал голд қой тоже. Сақтау үшін, егер көбейту үшін алтын әшекей алсаң, да? Былай қарап тұрсаң, приятность, полезный сияқты. Пайдасы да бар, әдемілігі де бар, әсемдігі де бар дегендей ғой. Бірақ ұтыласың ғой, тастар болатын болса, анау сатып алу, әшекей сатып алу, сату бағасы үлкен айырмашылық, ол жерде спред өте жоғары. Одан кейін бәрі ақылды ғой, әйтеуір. Бәрі ақылды, бәрі бизнесмен анау базарларда анау алтын деп жүретіндер, ой Алла. Бәрі бизнесмен, бәрі музыкант па? Бәрі подкастшы әйтеуір біз сияқты. Сонда үлкен сондай бір сұрақтар туындататын нәрселер да. Жарайды, ETF қой берші. Ана компаниялар бар ғой, алтын өндіретін. Солардың да акциясын алуға болады дейді. Ол да бар. Мысалы, Newmont ақштың компаниясы ғой. Ол 6 миллион унция жасаған осы уақытқа шейін. Ол деген ол көп емес. 23-ке бөлу керек. 31 унция 31 грамм ба сондай. Шамамен. Нақты есімде жоқ. Сондай шамамен. Ал бағанағы одан кейінгі канадалық компаниялар бар, олар 200 тонна ғой. Қанша 200 тонна шығып тұр ғой. Ну енді 208 мың тоннамен салыстырып көрші. Көрдің бе? Ең үлкен компаниялардың бірі ол. Ең үлкен компания 200 тонна өндірді өзінің тарихында. Сондай ғой деймін шамамен. Әлем бойынша өндірілген алтынның 208 мың тонна. Осы уақытқа шейін тарихи есептелген. 208 мың 874. Сол қалғаны қайда? Қалғаны Индияда. Немесе жатқан шығар, біздің ата бабамызда қанша алтынды тыққан ашаршылық болған уақытта. Анау қай жерді қазбасаң алтын кен десе? Ұжымдастыру уақытында сөйткен ғой. Шынымен солай. Енді бана Newmont айттық. Одан кейін екінші, үшінші орында тұрған ол канадалық компаниялар. Barrick Gold деген. Ол 4 миллион унция, қателеспесем. Одан кейін үшіншісі бір нәрсе Eagle. Агника Eagle ма сондай бүркіт в общем. Ол жерде 3 миллион унция өндірген. Енді қарап тұрсаң, оларда да риск бар. Оларда да басқарушы компания,
оларды да адамға, менеджментке тәуелді болып тұр. Қанша дегенмен алтынға салам десең, сен басқа адамдарға өз тағдырыңды ұсынып қойғандай боласың да. Адамның күні адаммен деген осы шығар. Мүмкін. Бірақ қазір қараш, жасанды интеллект дамып жатыр. Иә. Цифрлық технологиялар дамып жатыр. Енді бәрі қағазда емес шығар. Бәрі адами факторға байланып қалмаған шығар. Кішкене дербестік пайда болған шығар ол заттардан. Мүмкін, енді кім біледі. Сондай ойлар келіп тұрады басыма арасында. Ал енді әшекей бұйымды сатып аласың ба, жоқ па? Инвестиция ретінде. Соны айтып кетші маған, сен сұрағыма жауап бермедің ғой. Қашып отырмын ғой, байқамадың ба? Иә, қашып отырсың. Сен айтшы, сатып аласың ба, жоқ па? Сатып алмасаң неге? Спред үлкен болған үшін ба, не үшін? Негізі сатып алған дұрыс. Сатып алған дұрыс. Әйелімнің көңілі тыныш болсын деп па? Әйелімнің көңілі тыныш болса, мен де жақсы жұмыс істеймін десе? Иә, мөлшерді түрде. Былай не дейді? Дене бітімін бәрін алтын қылып, анау Индияның азаматы болды ғой. Киім алтын, маскасын алтын қылып, коронавирустан қайтыс болған деген. Алтын маска көмектеспеді ме? Егер мен қателеспесем қайтыс болды. Егер басқа ақпарат болатын болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Пікірге жазып кетіңіздер. Бұл деген сөз не? Қазақта сөз бар. Бір нақыл сөз қосып қойын. Мақал. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дейді. Қанша жерден алтының болсын, дүние мүлкің болсын, егер шынымен қиыншылық туындайтын болса, оның құндылығы төмендеп кетеді дейді да. Азық түлік, арпа бидай қымбат болады. Сонда қызық екен да, біздің халқымыз ашаршылықтан өтіп отыр ғой. Қандай даналықты алып отыр содан. Иә. Өте андай драматикалық жағдай, шынымды айтсам, өте драматикалық жағдай. Сондықтан керемет сөздер. Иә. Біздің қанмен келген даналық деген ғой, получается. Иә. Алтын күміс тас екен, шынымен де тас екен, еш пайдасы жоқ. Алтыннан да қымбат болып кеткен ғой сол кезде ас. Иә, адамның өмірі қымбат қой, түсініп. Адамның өмірі қымбат. Адамның өмірі бағасыз деген сөз ғой. Енді ашаршылық уақытында қаншама алтын тықты, біз енді көпті көрген халықпыз ғой. Сондай мақал, сондай даналық қалдырып кеткен. Енді менің әшекей бұйымдар туралы ойым бар еді. Кеше ма бүгін ба қараған едім негізі 1 граммға бағасын. Жаңа біз айтып кеттік қой, ұлттық банкта алтынды сатып алсаң қанша? 30 мың төлейсің ба? Шамасы 30 мыңдай төлейтін шығарсың, иә? Сондай шығар, нақты есімде жоқ. Иә. Мысалы 1 грамм ұлттық банкта таза алтын 999,9, иә? Таза құйылған алтын 30 мың тұрады. Ал әшекей бұйымдар 0,3 граммы 0,2, 0,3-тен басталады ғой сөйтіп несі. Олар 40-50 мыңнан асады. Бағасы. Ешнесі жоқ. Меніңше еш құны жоқ оның. Ол топастық сияқты. Оны сатып алған, инвестиция ретінде сатып алған, ол топастық сияқты. Көбісі ренжитін шығар, оны комментте жазып кетсін, ренжісе. Бірақ алтын әшекей бұйым тек мынау үшін керек шығар, мен сатып аламын дегендей көрсету үшін. Кішкене мақтаншақтық элемент болу үшін. Бірақ алтынның түсі әдемі, алтын әшекей бұйым имиджға әдемі, шыны керек енді. Тағаннандай бар екен, ювелирный заттарды қараған кезде золотой оболочка дейма, золотым напилен. Ішінде темір, білмеймін қандай бір металл болуы мүмкін, бірақ сыртында кішкентай ғана слой алтын. Демек, ойлашы, жаңа айттым ғой, таза алтын емес даже 0,3 грамм 40-50 мың тұрады десек, мысалы. Еш тассыз, ештеңкесіз. Анау да примерно плюс-минус 40-50 мың тұрады, бірақ ішінде күміс болуы, білмеймін, бір металл қатты реакцияға түспейтін сол алтынмен. Сыртында просто напыление. Ана халық банктерден алатын бар ғой, слиткалар. Олар пробасы 999,9. Тап-таза алтын. Тап-таза алтын. Оның сонда 1 килограмм алтында 0,1 грамм ғана не бар, қоспа бар. Сондай ма? Мағынасы? Қоспа жоқ. Химиктар айтады ғой, физиктар айтады. Абсолютно полностью да
последнего атома очистить нельзя деп айтады. Иә. Сол үшін олар 999,9 деп жазады. Бірақ бір күшті сұрағым бар еді саған. Ол неде ғой? Қаптамада ғой? Иә. Сен ол қаптаманың ішінде шын алтын жатқанын қалай дәлелдейсің? Сен мен алтын алдым деп жүр. Ана қондырғымен тексеретін шығарсың, ана алтын тексеріп. Ол олай тексерілмейді екен. Анау қаптаманың сыртынан. Ой Алла. Онда қағаз іс құжаттары. Білмеймін, мен тексеріп көрмедім. Ну, ашасың, мысалы, ашып көр енді. Ашып қара. Ашсаң құнын жоғалтады ғой ол. Қаншаға жоғалтады білесің бе? Қаншаға? 35%-дан 50%-ға дейін. Ой Алла, не болып кетті өмір. Сол кезде сол айтып отқан осы ғой. Ол алтын инвестиция жағынан кішкене ыңғайсыз. Инвестиция жасау ыңғайсыз. Сатып алғаннан кейін 1 минуттан кейін сатқың келсе сразу 10% жоғалтасың, мысалы. Кейін оның қаптамасын бұзсаң, даже инемен бұзылса қаптамасы, анау ішіне ауа кірсе деформация болады екен да, мгновенно. Сразу экспертизаға жібереді ол алтынды. Ол экспертиза 35-50%-ын алады сол. Ну, енді 5 граммдық алтын болса, оның несі процент үлкен болады екен да, тексеруге. Анау жығылған үсті жұдырық дейді ғой. Иә. Онсыз да қиналып жүрген халқымызды бір құлатады, құлаған бетте бір теуіп тағы қинайды деген. Бірақ меніңше алтынды сыйлық ретінде қолдану тойда сыйла өте күшті деп ойлаймын, өте әдемі. Немесе ол алтыннан, таза алтыннан әшекей бұйым жасауға. Өйткені ол оны дат баспайды, ол жоқ болып кетпейді. Одан әшекей бұйым жасаған өте күшті деп ойлаймын. Зергерге алып барасың, айтасың, мынау таза алтын жасап бер дегендей. Дегенмен түбінде ұтылмайтын нәрсе ғой енді, мен ойымша енді алтын. Мүмкін ұтылмайтын шығарсың, бірақ мысалы зергерлік бұйымыңды сен сатып алған бағаңа сатпайсың, меніңше. Таяқтың екі ұшы бар дегендей ғой. Барлық заттың екі ұшы бар. Сосын білесің бе, Қазақстанда айына қанша килограмм алтын сатып алады халық? Қарадың ба ондай мәліметті? Осы мынау шілде айына шейін 627 килограмм ба сондай сатып алған. Жүрген айнал, слиткаларменші. Сондай шамамен. Бірақ айына қанша сатып алады білесің бе? Қанша? 97 килограмм ба? Сол 100 килограмм айналасында ғой. 100 килограмм айына сонша сатып алады екен. Бірақ ол пик ең көбі. Орташа алғанда бұрын бір 20 килограммға дейін, 15 килограммға дейін сатып алған басында. Кейін 30 килограммға дейін жеткен. Енді дағдарыс басталып жатқан кезде халық өзі барып алтынды сатып ала бастаған екен. Бейсанада жатыр ғой оның барлығы. Даналығы бар ғой халықтың. Бірақ биткоинді сатып алу керек. Жарайды енді. Ол жөнінде келесі жолы әңгімелесейік. Дұрыс. Түйіндейік. Күшті болды. Негізі біздің талқылағанымыз маған өте ұнады. Қалай түйіндегің кеп тұр? Білмеймін. Өзің бір нүктесін қойып жіберсе. Опытный адам түйінді алмай жатыр ғой. Біз бағанағы сөзбен түйіндейік. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен. Сол үшін соны ұмытпаңыздар. Және біздің сөзіміз ешқандай бір ақыл беру деп бағаламаңыздар, тексеріңіздер. Біз қателесуіміз мүмкін, жай ойымыз ғой. Сіздермен бөлісіп жатырмыз. Лайк басыңыздар. Сұхбатта коммент қалдырыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы.